сұрақ ал. Саша, мен бітке ғана дайындалдым. Басқа келсе, көмектесші. Жарай. Бірден жауап бересің бе? Биттің құрылсы, бит жандық болып болады. Биттің ата тегі сірке, сіркеден жабысқақ болады. Биттің ақсары қара түрлері бар. Жақсы, сен бұл сұрақтың жауабын білесің. Енді келесі сұраққа көш. Екінші сұрақ қой. Қойдың төртаяғы бар. Қойдың қара түрлері бар. Ол төрт түліктің бірі. Оның жүні бар. Жүніден бит бар. Бит жандық болып табылады. Оның ата тегі сірке, сіркеден жабысқақ болады. Оның ақ, жасыл, қара түрлері бар. Жақсы. Балықтың құрылысын айтшы. Балық. Оның түріктен екен жайы, су. Ол желбезекпен тем алады. Оның үстін қабыршқақ бар. Қабыршқақ болмаса, жүні болушы еді. Жүнеде битті болушы еді. Бит жандық болып табылады. Оның ата тегі сірке, сіркеден жабысқақ туады. Оның ақ қара Майбасов, рахмет. Сен биттің ата тегін жақсы біледі екенсің. Өзің қалай жаратылдың? Иттен. Қайдағы ит? Әкем ғойылғы. Иттің баласы дейді. Жарайды, иттің де биттің де болсын, бара бер.